Аршалы кентінің Жұмабек Тәшенов атындағы жалпы орта білім беретін мектебінің мерейлі отбасы клубының жетекшісі Мұхамедиярова Мақпал Қуанышбекқызы. Мектебімізде мерейлі отбасы клубы жұмыс жасауда. Клубқа арнайы кабинет жасақталып, жоспар бойынша отбасылармен іс-шаралар өткізілуде. Отбасылық клуб қызметінің мақсаты қазақстандық қоғамда дәстүрлі отбасылық құндылықтарын сақтау, ата-аналардың бала тәрбиесінде сауаттылығын дамыту, жас ұрпақ арасында отбасыны құруға және жауапты ата-ана болуға конструктивті қарым-қатынасын қалыптастыру. Отбасылық клуб қызметінің міндеттері ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға ықпал ету, ата-аналардың психологиялық, педагогикалық және құқықтық білімі, отбасылардағы кәсіби бағдарлау жұмысы, тәжірибе алмасу, балалардың тәрбиесінде туындаған проблемалар, бос уақытты бірге өткізуді ұйымдастыру. Клуб қызметі білім беру, отбасы мен неке саласындағы нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады. Бала құқықтары туралы тұжырымдама, Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңы, тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері, рухани жаңғыру қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының негізінде іске асырылады. Отбасы клубына қатысушылар, ата-аналар, заңды өкілдер және олардың балалары, ұстаздар, аға тәлімгерлер, психологтар және тағы басқалар, әлеуметтік педагогтар, балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі инспекторлар. Клуб мүшелері ата-аналар, баланы тәрбиелеу мен оқыту, бейімдеу проблемалары бойынша көмек алуға, үйде баламен сабақтарды ұйымдастыруда практикалық көмек алуға, өз пікірін білдіруге және балаларды тәрбиелеу тәжірибесімен алмасуға, отбасылық саясатын нығайту және дәстүрлі отбасылық құндылықтарды насихаттау бойынша жұмысын жақсарту туралы өз ұсыныстарын енгізуге құқылы. Отбасылық клубы отбасылық тәрбиенің оң тәжірибесін зерделеуге және таратуға, туындаған проблемаларға, ата-аналардың мүдделері мен сұрауларына қарамастан, клуб жұмыс жоспарына түзетулер енгізуге құқылы. Отбасылық клубы білім беру ұйымының жоспарына сәйкес және ата-аналардың қажеттіліктерін ескере отырып, клуб жұмысын ұйымдастыруға, ата-аналарға білікті консультативтік және практикалық көмек көрсетуге міндетті. Клуб жұмыс нысандары, дамыту ойындары, шеберлік сабақтары, ойын-сауық бағдарламалар, экскурсиялар, бірлескен мерекелер, дөңгелек үстелдер, психологиялық тренингтер, педагогикалық жағдаяттарды шешу, отбасылық тәрбиені талқылау, бейне көрсетілімдер, кеңестер, сұхбаттар, шағын дәрістер және тағы басқалар. Клубтың отырыстарына сәйкес және іс-шараларына жоғары білікті мұғалімдер, тәжірибелі психологтар шақырылады. Клуб отырыстары айына 1 рет өткізіледі. Клуб құжаттамасы мәтіндік үлгісінде клуб жұмыс жоспары білім беру ұйымының басшысы бекітеді. Клуб отырыстарының хаттамалары жазылып отырады. Клуб негізгі іс-шаралары отбасы заңнамасын түсіндіру бойынша іс-шаралар, отбасылық оқуларды насихаттау бойынша іс-шаралар, жанжалды жағдайлар мен дауларды шешу, дәстүрлі танымдық, тақырыптық, ойын-сауық, спорттық іс-шараларын өткізуге қатысу, жыл отбасы, шығармашыл отбасы, музыкалық отбасы, интеллектуалдық отбасы, саяхатшы отбасы және тағда басқа конкурстарды өткізуге көмек көрсету. Клуб іс-шараларын өткізу форматы дәстүрлі, кездесулер, дәрістер, ата-аналарды жаппай оқыту, сауалнама, кеңестер, танымдық және іскерлік ойындар және тағда басқалар. Игілікті, айқын және іскерлік сұхбатқа ерекше ыңғайлану, еркін жағдай, пікірлермен, тәжірибелермен алмасу, білім беру ұйымының өміріне белсенді қатысу. Балалар, әкелерің келе жатыр. Әке Асқартау, ана баурайындағы бұлақ, бала шағасындағы құрақ деген дана халқымыз. Отбасымызда отағасы алыс жолдан жұмыстан келгенде балалар алдынан шығып, бас киімін алып амандасып қарсы алады. Әке Асқартауың ана сая болар бағың дейді қазақта.
Ас ішерде дастархан басына әкелері бірінші отырған соң барып, балалар да отырады. Қызым, кел, төрге отыр. Қазақ қызын төрге шығарған деген дәстүрді біздің отбасымыз қатаң ұстанады. Әкелері асты бастамайынша балалар күтеді. Ол біздің отбасымызда күнделікті дәстүр. Бата бер жейін, асын дәмді болыпты. Уа Құдайым оңдасын, еш жаманшылық болмасын. Дастарханға береке берсін, не берсе де қайырынан берсін. Аумин.